дәмі ерекше және жасалу тәсілі де ерекше, аузыңызға салсаңыз еріп тұратын осындай кукурузный крахмалдан жасалынатын печенье достар. Дәл осы рецепті пайдаланып жасап көріңіздер, сіздерге де міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Енді айтып жеткізу мүмкін емес бұл печеньенің дәмін. Просто жасап көріңіздер. Бізге қажеті 200 грамм сливочный май, үйдің температурасында дәл осындай жұмсақ болуы қажет. Оған бір жұмыртқаның сарысын қосамыз. Егер жұмыртқаларыңыз кішкентай болса, екеуі қолдансаңыздар болады, бірақ біреуі де жетіп тұрады. Бұған разрыхитель және ванилин саламыз. Разрыхитель менде 18 грамм. Разрыхителімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын қанттың орнына сахарный пудра қосамыз. 200 грамм. Немесе стаканмен өлшетін болсаңыздар 1 стакан. Салып, жақсылап бір келкі масса шыққанша араластырып аламыз. Дайын болған соң, оған кукурузный крахмалдан, яғни жүгерінің крахмалынан 400 грамм араластырамыз. Достар, қамырды елеген кезде қамыр өте жұмсақ, қолға жабыспайтындай болып еленуі қажет. Егер де сіздердің қамырларыңыз қолдарыңызға жабысып жатса, онда жаңағыдай крахмалдан тағы кішкене қосып елеулеріңізге болады. Басында аз-аздан салып елеп отырсаңыздар, қамырды бір келкі масса етіп шығарасыздар. Крахмалдарыңыз жетпей қалса, онда сәл ұнмен елеуге болады. Бірақ ұнды бірден тоже көп қосып салып жібермеңіздер, қамыр қатты болып еленіп қалмасын. Қамырымыз жұмсақтау болатын болса, печеньеміз ерекше және де воздушный деп айтады ғой, тура солай болып шығады. Аузыңызда ерейтіндей керемет печенье жасап, жеп көріңіздер және де отзыв қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.